أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد İnşallah bugünkü dersimizde ötken жолы айтқан мәселемізді түсіндіруді жалғастырамыз. Өткен жолы имам Тахауи рахматуллахи алейхтен «Вәлә шейә мислуху» деген сөзіне тоқталған едік. Яғни, ешқандай нәрсе Аллаға ұқсамайды. Яғни, Алла еш нәрсеге ұқсамайды деген сөзін түсіндіруді бастаған едік. Бүгінде Құдай қаласа, осы имам Тахауидің осы сөзін арман қарай шарх қылуды, түсіндіруді жалғастырамыз. Өткен дәрісімізде біз айтқан болатын едік. Алла тағаладан басқа нәрсеге ғибадат ету, сұрау, дұға қылу, зиян пайда күту, сияқты нәрселердің барлығы Аллаға серік қосу болып есептелгені сияқты, яғни ширк болғаны сияқты, Алла тағаланы жаратылыстардың біреуіне ұқсатып қою да тура сондай ширк, тура солай серік қосу. Яғни Алла тағала бұл болмысы болсын, көрінісі болсын, еш нәрсеге ұқсамайды. Біздің әхлі сүнна уәл жамағаның сенуіміз керек болған мәселе осылай. Алла еш нәрсеге ұқсамайды. Бүкіл жақтан ұқсамайды. Алла тағала бүкіл кемшіліктерден пәк. Сол сияқты әхлі китап, христиандар, Алла тағаланы тек үш құдай деп қана сеніп қойған жоқ. Сонымен бірге Алла тағаланы не істеді олар? Ұқсатып қойды. Көріністе ұқсатып қойды. Және өздерінің кітаптарында жазылған нәрсені, Алла тағала адамды өз бейнесінде жаратты. Яғни олар Бог создал человека в своем облике, по своему образу. По своему образу деген сөзді осы тікелей түсініп, не істеді? Осылайша Алла тағаланы адамға көрінісінде, бейнесінде ұқсатып қойды. Әхлі китап, христиандар. Және де христиандар өздерінің кітаптарындағы муташабих аяттарға, енді олар стих деп айтады, соларға еріп кетті. Дұрыс па? Яғни мухкамат, муташабихат аяттар болған сияқты Құранда. Оларда да сондай аяттар болған. Бірақ олар мухкамат, яғни сенім, мағынасы тек қана бір қырлы, ешқандай екінші бір мағына түсінілмейтін сондай бір аяттарды тастап, муташабихат аяттарға, яғни ықтималды мағынаны білдіретін аяттарға жабысып, сонымен амал етті. Және де біз өткен дәрісімізде әхлі китаптың, христиандардың пайғамбарымызға келіп тартысуын айтқан болатын едік. Бұл оқиғаны Алла тағала Али Имран сүресінде баяндайды. Бұл жаңағы пайғамбарымыз бен бұл христиандардың арасында болған тартысты Алла тағала Али Имран сүресінде баяндайды. Негізі бекер емес. Бекер емес. Неге? Өткені Али Имран сүресінің басында Алла тағала не дейді? Хуаллази анзала алейкал китаба минху аяту мухкамат хунна уммул китаб ва ухару муташабихат деп бастайтын еді. Яғни ол Алла тағала осы кітапты, Құранды түсірді. Құранда мухкамат аяттар бар, яғни мағынасы бір қырлы ғана, басқаша түсінілмейді. Сондай мағынада болған, яғни нақты, түсінікті болған аяттар бар болған сияқты, сол сияқты муташабихат, яғни бір түсінбеушілік тудыратын, ықтималды мағыналарға сай келетін сондай бір аяттар да бар. Бірақ мухкамат аяттар мағынасы нақты, түсінікті, бір қырлы болған
ол мухкамат аяттар, ол Құранның негізін құрайды деп Алла Тағала айтады. Сол сияқты жүрегінде дерті болған, ауру болғандар осы муташабихат аяттарға ереді дейді Алла Тағала. Міне Құран осы Али Имран сүресінің басында осы аятты айтқаннан кейін, және христиандардың оқиғасын баяндауда бір байланыс бар. Осы Али Имран сүресінің ішінде. Олар кеп пайғамбарымызға кеп муташабихат аяттарға жабысып алады. Мухкамат аяттар тұр, бірақ муташабихат аяттарға жабысып алған. О қарақ, Құранда дейді, Алла Тағала Иса жайында калиматуллах, рухун минх, яғни Алланың сөзі деп айтқан, Алланың рухы деп айтқан, көрдіңдер ма? дейді. Яғни онда Иса ол не? Ол Алланың сөзі болса, Алланың сөзі мәңгі ғой. Онда Иса да мәңгі, ол да Құдай, ол да Құдайдың баласы деген бір сөздерді айтты. Пайғамбарымыз не деді оларға? Бұл муташабихат аят. Оларға кіруге болмайды. Мухкамат аяттар бар. Кәні соларға кірейікші. Лейса камислихи шейун. Алла ешнәрсеге ұқсамайды. Валам якуллаху куфуан ахад. Ешнәрсе Аллаға тең бола алмайды. Содан кейін сол сияқты иннама масалу Иса индаллахи камасали Адам. Күмәнсіз Алланың қасында Иса пайғамбардың мысалы Адам алейхиссаламның мысалы сияқты. Алла күн деді, бол деді, ол да бола қалды. Сол сияқты Иса пайғамбардың өз сөздері бар Құран кәрімде. Мен Құдай емеспін деп, мен Алланың құлымын, мен Алланың пайғамбарымын, Алла маған кітап берді деген анық сөздері бар. Осыларды пайғамбарымыз айтады, олар қабыл етпейді. Мысалға. Енді сөйтіп олар не істеп қойды? Алла Тағаланы көріністе адамдарға ұқсатып қойды. Дәл адамның бейнесін кімге беріп қойды? Алла Тағалаға беріп қойды. Сол сияқты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқаны сияқты біздің үмметтің ішінде де сондай адамдар шығады, сондай бір топ жамағат шығады. Бұрын өмір сүрген осы әхлі китапқа насрани және яхудилерге, яғни христиан мен еврейлерге оларды ұяды. Тіпті пайғамбарымыздың берген мысалы, тіпті олар бір кесіккен ініне кірсе де, сендер соның артынан кіріп кетесіңдер деп пайғамбарымыз осындай бір жаңағы сөзін айтқан. Яғни пайғамбарымыз бұл жерде бұл сөзін не үшін айтқан? Ескерту үшін айтқан. Байқаңдар, жаңағылар сияқты болып қалмаңдар дейді. Олар кімдер? Мағдубун алейхим аддаллин. Яғни Алланың ашуы түскен және адасқан болған христиан мен еврейлер. Оларға еру ол болмайды. Олар бұл әхлі китап кітаптарын бұзды. Олар кітаптарын бұзды. Олардың кітаптарын ашып қарайтын болсаңдар, өте көп нәрселер көре аламыз, өте жараспайды. Құдай Тағалаға жараспайтын көп нәрселер таба аламыз. Мысалға, кітаптарында не деп айтылады? Алла Тағала дастарханның басында Ибрахим пайғамбар тамақ ішіпті. Тағы да Алла Тағала бір пайғамбармен күресіпті, жеңіліп қапты деген сияқты. Осындай бір сөздерді не істейміз? Көре аламыз. Олар кітаптарын өзгертті, христиандар. Не үшін? Бір кішкентай бір дүниелік үшін. Оны Бақара сүресінде Алла Тағала «Фәвәйлу лилләзина яктубунал китаба би айдихим». Өкініш болсын сондай кісілерге, бұл кітаптарын қолдарымен жазған, яғни өзгерткен. «Сүммә яқулуна хада мин индиллаһи». Сосын тұрып, бұл Алланың сөзі деп айтады екен. Не үшін? «Лияштару бихи саманан қалиля». Бұнымен аз ғана бір дүниелік нәрсені қолға түсіру үшін дейді. Алла Тағала біздің Құран жайында не деді? Мен бұны ақыретке сақтаймын деді. Біздің Құран бізге түсірілген, біздің үмметке түсірілген кітап Құран, иншалла, бұзылудан, өзгертілуден сақталынған. Не деді Алла Тағала Хижр сүресінде? Бисмиллах. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Біз бұл зікірді
түсірдік, яғни бұл Құран. Және біз оны сақтаймыз дейді Алла тағала. Біз оны түсірдік, бұл Құранды, біз оны сақтаймыз дейді. Енді бұл жерде Алла тағала Құранды зікір деп сипаттап жатыр. Енді сендерге бір болашаққа бір мағлұмат, мысалға керекті нәрсе. Мысалға кейбір христиандар осы аятқа жабысып, мені қараңдар, осы аятқа жабысып, дәл жаңа оқыған Хижр сүресіндегі аятына жабысып, бұл жерде Алла тағала, яғни Библияны Алла тағала сақтайтындығын айтқан деп айтады. Дәлел. Қайдан бұны түсінесің десе, олар айтады, Құранда бір аят бар ғой. Фасалу ахли зикри ин кунтум ла та'ламун. Егер білмесеңдер, ахли зикрдан, зікір иелерінен ол жерде екі түрлі аят келеді. Екі рет қайталанады. Бір жерінде қайталанған кезде, ол жерде зікір ахли деген сөз, ол жаңағындай ахли китап деген сөз дейді. Бұл жерде зікірді ахли китап болса, онда жоғарыда Хижр сүресіндегі зікірден мақсат дейді, ол жаңа өздерінің кітаптары дейді. Деп, осындай бір дәлел келтіреді. Енді бұның барлығы асында орынсыз. Енді біз үшін бір мағлұмат, егер біреу кеп, сонда біреу айтып жататын болса, оған бір дайын жауап болу керек. Қандай жауап? Осы Хижр сүресінің дәл кішкене бір жоғарысын оқитын болсақ, біз бұны анық аңғарамыз. 2-3 аят жоғары. Ол жерде Алла тағала мүшриктердің сөзін келтіреді. Не дейді олар? Қалу я айюхаллази нуззила алейхи зикру иннака ла маджнун. Ей, өзіне зікір, яғни Құран бұл жерде түскен. Ей, пәленше, ей, Мұхаммед, күмәнсіз сен жындысың. Деп, мүшриктердің сөзін Алла тағала жоғарғы аятта келтіреді. Ол жерде не деп айтылған? Өзіне зікір түскен. Ол зікір кім? Ол не? Ол күмәнсіз Құран. Демек, 2-3 аят төменде келген жаңағы инна нахну наздална зикра дегеннен мақсат, біз күмәнсіз ол зікірді түсірдік, ол Құран болып шығады. Түсінікті ме? Енді біздің үмметті өкінішке орай, бірақ барлығы емес, бір топ. Өткені барлығы болуы мүмкін емес. Оларды әхли китапқа ұйды. Осы мәселеде, тура осы мәселеде Алла тағаланы ұқсатып қойды оларды. Адамға ұқсатты. Бірақ біздегілердің бір ерекшелігі дейік, әхли китаптан, олар көріністе ұқсатқан жоқ. Болмысында ұқсатты. Ал әхли китап болса, олар көрінісінде де Алланы адаммен ұқсатып қойды. Түсінікті ме? Біздегілер, олардың жамандығы, олар жаңағы кіммен әхли китаппен салыстыратын болсақ, төмендеу. Аналардың жамандығы әлде қайда жоғарыда. Бірақ бір қадам, екеуі жақындығы. Олар не істеді? Яғни олар көпшілік емес, олар аз болады. Оған дәлел өткенде пайғамбардың хадистері бар. Инна уммати ла тажтамиу аля далалатин. Күмәнсіз үмметім адасушылықта бірікпейді. Ва алейкум биссавадил а'зам, және сендер үлкен топқа жабысыңдар деген хадис. Яғни, мысалы, мына жер топ, қайсысы көп болса, соған жабысыңдар деген хадистен біз түсінеміз, үммет, яғни үмметтің ішіндегі бұл ғұламалар, әхли сүнна ғұламалары, ол көпшілік болады. Яғни бұл жерде осы әхли китаптың айтқан сөздерін, олар сияқты жаңағы үмметтің толығы емес, бір бөлігі ғана айтатындығын түсінеміз. Не деп айтты олар? Олар тұрып, Алла тағаланың екі қолы бар деді. Алла тағаланың екі аяғы бар деді. Алла тағаланың екі балдыры, екі көзі бар деді. Алла тағала жүреді деді, жүгіреді деді. Яғни жүгіреді дегенде олар қатты жүгіреді деп айтпайды, жеңіл, жай жүгіреді дейді. Легкий бег. Деп Алла тағаланы осындай бір сипаттармен сипаттады. Бірақ оларға, бауырым, сен егер осылай айтатын болсан, сен Алла тағаланы басқа нәрселерге ұқсатып қойдың ғой деген жағдайда олар қандай жауап береді? Олардың өте жаңағындай араларында мәшһүр болған жауап осы
қойған сұраққа. Егер мен саған қазір сен итке ұқсайсың десем, сен ашуланбайсың ба дейді. Болды дейді. Ашуланасың ғой дейді. Ұнамайды ғой саған. Сен яғни итке ұқсамайсың ғой дейді. Бірақ та иттің де қолы бар, сенің де қолың бар деп. Сол сияқты Алла Тағаланың да өзіне жараса бір қолы аяғы бар деп осындай бір жауап беруге тырысады. Бірақ енді бұл олардың берген бұл жауаптары ілім таразысына қойған кезімізде қаншалықты дұрыс? Соған тоқталайық. Қаншалықты дұрыс? Біріншіден, Құран кәрімдегі аяттар Лейса камислихи шейун ва лам якун лаху куфуан ахад хал та'ламу лаху самия. Тағы да басқа мұхкамат аяттардың барлығы Алла Тағаланың осы аяттардан дұрысы біздің әхлі сүнна уал жамаа ғұламалары Алла Тағала еш нәрсе ұқсамайды. Алла Тағала еш нәрсе тең бола алмайды. Не деген сөз? Бүкіл жақтан Алла Тағала өзгеше. Еш ұқсастық жоқ. Бүкіл жақтан. Болмысы болсын, көрінісі болсын, сипаты болсын, Алла Тағала ұқсамайды. Деген осындай бір нені ұстанады. Енді олардың айтып жатқан нәрселері жаңағы көріністе ғана ұқсамайды, және болмысы, яғни ұқсайды, яғни қол бар, аяқ бар, тек қана ұқсамайды көрінісі. Яғни адамдікі өзіне жараса, маймылдікі өзіне жараса, иттікі өзіне жараса, Алланікі де өзіне жараса деп айтады олар. Қараңдар, енді біз қол деп айтқан кезімізде, қол дейміз ғой жай. Бір пәленше бір нәрсеге қатысты қылмай, адамдікі, иттікі деп айтпай, әшейін бір қол деген кезде адамға не ой келеді? Так, қол деген ол дененің бір мүшесі. Қол деген ол ағза мүше, ол алу беру құралы, жаңа жұмыс құралы. Жаңа осындай бір жалпы бір ұғым адамда қалыптасады. Қол деген кезде. Енді адамның қол деген кезде, ол кезде белгілі бір формаға енеді. Адамның қолы ол осындай болады, маймылдікі ол жүнді, тағы бір басқаша, иттікі ол басқаша белгілі бір формаға енеді. Бірақ қол дегенде жалпы не бар? Бір адамда бір көрініс, бір тұжырым қалыптасады. Түсінікті ме? Демек, бұлардың айтқан сөздері, яғни Алла Тағаланың өзіне жараса, қолы, аяғы бар деу, бар, бірақ басқасына ұқсамайды деп айтудың мағынасы Алла Тағала да басқа жаратылыстар сияқты ағза мүшелерден тұрады деген сөз. Алла Тағала басқа нәрселер сияқты дене деген сөз, дене. Түсінікті ме? Міне осындай бір тұжырым қалыптасады бұдан. Және де олар Алла Тағалаға айтылған жаңа нәрселерді қатысты қылған кезінде сен сұрайсың одан. Бұл қай мағынада? Тура мағынада ма? Хақиқи дейді оны. Немесе мәжази ауыспалы мағынада ма десең, бұлар тілдік жаңағындай тура мағынада деп айтады. Енді осы мәселеге кірейік. Сөздер жалпы екіге бөлінеді. Хақиқа, мәжаз болып. Хақиқа, яғни тура мағынада деген сөз. Мысалға, мен қолыммен тамақ жедім. Бұл жерде қол сөзі тура мағынада қолданылған. Мен қолыммен тамақ жедім. Мәжаз бар. Мәжаз деген ауыспалы мағына. Мысалға, пәленшенің қолы ашық. Пәленшенің қолы ұзын. Деген сияқты сөздер, бұл жерде қол, ол ауыспалы мағынада. Яғни қолы ашық, өте жомарт кісі дегенді білдіреді. Сол сияқты хақиқа, яғни тура мағына өзі ішінде үшке бөлінеді. Тура мағына хақиқа үшке бөлінеді. Хақиқа луғави, хақиқа шәрғи, хақиқа үрфи деп. Хақиқа луғави, яғни тілдік мағынасы. Тура мағына тілдік. Шәрғи, шариғаттағы мағынасы, үрфи, әдет ғұрыпта, жалпы адамдардың арасында күнделікті өмір сүріп жатқан кезде бір қалыптасып қалған адамдардың арасында бір мағына. Луғави деген сөз, яғни тілдік. Оны луғави мағынаны сен сөздіктен алып қарайсың.
Сөздік оны айтады саған. Шәр'i деген сөз, шәр'i. Ол мысалға бір сөзді тілдік тура мағынасынан алып, белгілі бір сөзге, мағынаға қояды. Термин оны. Мысалға, фикх кітаптарында біз кешеде оны өттік, мысалға, намаз жайында. Ас-саля сөзі намаз. Тілдік мағынасы қандай? Дұға. Дұға. Мысалға аятта «Истағиз инналлахи ва малаикатаху юсаллуна алан наби» дейді. Алла Тағала және періштелер намаз оқиды деген мағынада емес бұл жерде. Бұл жерде салауат деп айтамыз. Яғни Алланың салауаты ол Алланың мейірімі, періштелердің салауаты ол дұғасы. Ол жерде дұға мағынасында болды. Демек тілдік мағынасы дұға. Бірақ шариғат сол сөзді тілдік мағынасынан алып, белгілі бір ғибадаттың түріне оны қойды. Бұл хақиқа шәр'i болады. Сол сияқты оразаның тілдік мағынасы ол тыйылу деген сөз. Ал шариғатта мағынасы белгілі. Таңертеңнен, күн шыққан таң намазынан бастап, күн батқанша дейін ішіп жеуден, жаңағындай жыныс қатынастан тыйылу деген мағынаны білдіреді. Закат деген сөзден шыққан, яғни оның тілдік мағынасы тазалану, өсу деген мағынаны білдіреді. Бірақ ол сөзді алып шариғат не істеді? Бір белгілі бір мағынаға, терімге қойды. Ол енді сөздің бір терім болып қалыптасты. Ол шәр'i хақиқи, яғни шәр'i мағынада, яғни терминологиялық бір тура мағынасында бір сөз болады. Түсінікті ме? Сосын үрфи бар. Хақиқа үрфи, әдет ғұрыпта қалыптасқан. Яғни күнделікті өмірде өмір сүріп жатқан кезде бір белгілі бір терминдер қалыптасып қалады. Мысалға айтайын. Бір кісіні жақын бір досымды кездестіріп қалдым. Бүгін менің үйіме кел, ет асып жатырмын деп айттым. Ет асып жатырмын. Сөйтіп ол ет асып жатырмын деп айтқан сөзді нені түсінеді? Ол жерде беш бармақты түсінеді. Ет асып жатырмын, бұл өрфте, бұл әдет ғұрыпта қалыптасқан термин не? Ол ет асу деген беш бармақты білдіреді қазақта. Ет асып жатырмын. Сен барып үйіне кешке барсаң, ол саған алдына бір сорпа берсе, суп. Сен айтасың, не деп айтасың оған? Сен бүгін ет асам деп айттың ғой, деп оған не істейсің, бір айтасың, дұрыс па? Өйткені, хоть жаңағындай сорпаның ішінде ет болса дағы, бірақ ол ет саналмайды. Өрфте ет саналмайды. Ол сөз, ет жаңағы сөз, ол өрфте жаңағында белгілі бір тамаққа не істелінген? Жаңағында бекітілген. Белгілі тамақтың түріне бекітілген. Міне. Енді жаңағыларға, осыны түсінгеннен кейін, жаңағыларға кеп айтамыз. Сен жаңағы, мысалы, қолды, басқа нәрселерді айтқан кезде, Алла Тағала қатысты қылған кезінде, сен бұл қай мағынада мақсат етіп тұрсың? Хақиқа ма или мәжаз ба? Олар саған айтады, хақиқа дейді саған. Тура мағынада дейді. Мәжаз деп айтпайды. Онда хақиқаның қайсысы? Луғави ма, шәр'i ма, немесе үрф па? Шариғатта онда бір термин жоқ қол жайында. Үрфте де онда бір термин жоқ. Мысалға, не қалады? Ол луғави дейді, тілдік мағынасы дейді. Тілдік мағынасы болса, сен не істейсің оны? Аласында словарды ашасың. Араб тілінің, арабшадан арабша аударатын словарды ашасың. Сөйтіп, словарды ашқан кезінде, кез келген араб сөзін ашсаң, ет сөзін қарайсың, мысалы, едун, да? Бұлай деп айтады. Алатул ахзи вәл иата. Яғни, алу беру құралы. Жариха, кәсбету құралы дейді. Ағза, яғни, кәсбету құралы. Бұл жайында Алла Тағала, мысалы, аят Құранда ол Алла Тағала сендерді түнде өлтіреді, яғни ұйықтатады. Сендердің күндіз кәсіп еткен нәрселеріңді біледі. Яғни кәсіп ету құралы, яғни ағза. Сөздікке қарайсың, не деп айтады? Қол деген, ол алу, беру құралы. Мысалы, ол ағза, ол кәсіп ету құралы, жұмыс құралы. Ол ағза, мүше деп сондай бір нені береді? Түсініктеме береді. Сол кезде не деген сөз? Бұл, егер олардың Алла Тағалаға ол жаңа айтқан қол, аяқ, тағы басқа нәрселер, олар тілдік, тура мағынада деп айтса, олардан ағза екендігі анық болады. Мүше.
бірақ көріністе ғана бөлек. Әр жануардың, әр жаратылыстың өзіне жараса бір мүшесі бар, ағзасы бар. Адамдікі өзіне жараса, маймылдікі өзіне жараса, иттікі өзіне жараса. Мысалға, олай қарайтын болсақ, бәрінікі өзіне жараса. Бірақ барлығының несі, болмысы, ақиқаты, қызметі бір. Ол жаңа ағза, мүше. Сөйтіп, кімде-кім Алла тағаланы жаратылысқа ұқсатып, яғни болмысын, ақиқатын ұқсатып, бірақ көріністе ұқсамайды десе, онда ол былай болады. Онда ол көріністе ол муахид болады. Муахид, яғни бірлеуші деген сөз. Таухид деген сөз осыдан шыққан. Муахид, бірлеуші болады. Өйткені Алла тағала көріністе ешнәрсе ұқсамайды, оны бірлеп тұр. Бірақ ақиқатында болмысында мүшрик болады. Ширк қосып тұр. Яғни Алла тағаланың болмысын, затын, басқа нәрселердің болмысына не істеп жатыр? Ұқсатып жатыр. Сол үшін имам Тахауи рахматулла алейхи оны иншалла алдыңғы дәрістерде кейінірек талқылаймыз. Бір алдыңғы дәрістерде, кейінгі дәрістерде айтады. Имам Тахауи өзі айтады. Алла тағала шектеулерден пәк деп айтады. Алла тағала ағза мүшелерден пәк деп айтады. Басқа нәрсе бір нәрсенің бір тарапында болғаны сияқты Алла тағала ешқандай бір нәрсенің бір тарапында емес дейді. Яғни алты жақ деген түсінік Аллаға жүрмейді дейді. Мысалға, сондай бір нәрселерді айтады. Оның барлығы нені керектіреді? Алла тағаланың дене емес екендігін керектіреді. Оны арабша жисім дейді. Алла тағала дене емес екендігін. Дене деген не? Дене деген түсінік ол шектеулері бар болған граница деген сөз. Шектеу орысша граница. Шектеулері бар болған және өлшем жүретін нәрсеге айтады. Дене деген осы. Дене өлі болады, тірі дене болады. Ол физикалық термин. Өлі дене, мысалға, ол дуал. Мысалы, тірі жан, ол тірі дене болады. Көріністе ұқсамаймыз, бірақ мағынасы, ақиқаты бір. Денеміз. Яғни өлшем жүреді. Не деген сөз? Ұзындығы бар, ені бар, қалыңдығы бар, ауырлығы бар, жеңілдігі бар деген сөз. Бұның барлығы. Енді қараңдар, егер Алла тағала дене емес деп айтатын болсақ, онда ол қалай ағза мүшелерден тұрады? Ал ағза мүшенің өзі ол дене. Түсінікті ме? Ағза мүшенің өзі ол дене. Енді қараңдар. Олар осы сөзбен ғана шектеліп қана қойған жоқ. Жаңағылар. Олар өте тағы да бір былыққа былықты. Христиандарда Алла тағала адамды өз бейнесінде жаратты деген сөз бар болған сияқты, бізде де бар екен, ондай хадис бар екен. Қандай хадис? Инналлаха халақа адама аля суратихи. Яғни Алла тағала адамды өз суретінде жаратты деген бір хадис бар екен бізде де. Осы хадисті түсіндіруде оларды өте үлкен бір былыққа былықты. Кім ол? Ол жаңағы қазіргі 20-шы ғасырда өмір сүрген жаңағы ағымның үлкен ұстаздарын біреуі десек болады, Усеймин деген. Ибн Усеймин деген кісі Ибн Таймияның кітабына, жаңағындай Ақидатул Васития деген кітапқа шарх жазады. Сол жерде осы хадисті түсіндірген кезінде жаңағындай өте қатты былығады. Қалай? Ол осы хадисті алып, бұл жерде Алла тағала адамды өз бейнесінде жаратты деді. Дәл христиандар сияқты осы сөзді айтты ол. Алла тағала адам ағасында өз бейнесінде жаратты деді. Сосын, енді біз оларға жауап береміз. Бұл хадис жайында. Бұл хадис тәпсірлеп береміз қазір. Қара. Енді кішкене қазір бастарын ауыру мүмкін, сәл кішкене етіндер. Бұл ақида мәселесі болғаннан кейін жақсы меңгеріп алу керек. Араб тілінде дамир деген нәрсе бар, исм деген нәрсе бар. Дамир, яғни ол орысша айтқан кезде местоимение. Местоимение.
Бұл жерде аля суратихи хи деген сөз, ол хи ол дамир болады. Дамир міндетті түрде араб тілінде ең бірінші қағида ол жақын болған есімге қайтады. Мысалға, раайту Мухаммадан, мен Мұхаммедті көрдім, ва захабту мааху, және онымен қайттым. Онымен деген кезде кімге қайтады? Мұхаммедке қайтады. Яғни дамир, местоимение, ол есімге қайтады. Мысалы, жақын болған есімге. Енді бұл жерде, бұл хадисте инналлаха халақа адама аля суратихи. Хи дамиріне жақын болған исім қайсысы? Алла ма жоқ адам ба? Адам. Сол үшін араб тілінің бұл қағидасына қарап, біз қалай мағына беруіміз керек? Алла тағала адамды адамның өз бейнесінде адамға тән қылып жаратты деген сөз. Неге ол Алла тағала былай айтып жатыр? Пайғамбардың хадисінде адамға тән, адамның өз суретінде. Яғни Алланың бейнесінде емес, адамның бейнесінде, өз бейнесінде жаратты деп мағына береміз. Неге? Алла тағала оны білеміз хадистерден бір құлаш бойы ұзын, жаңағы белгілі бір нелері бар, жаратты, топырақтан жаратты. Адам алейхиссаламды жәннатта болған кейпінде жаратты. Жәннатта болатын бейнесінде жаратты, суретінде жаратты адамды. Бізде олай емес. Бізді қалай жаратты? Белгілі бір этаптардан. Адам баласы мәни, содан кейін не болады? Содан кейін су болады, содан кейін қан болады, ет болады, содан кейін сүйек беріледі, содан кейін жан беріледі, содан кейін өсиет, үлкейеді. Мысалға, белгілі бір этаптар бар. Адам алейхиссаламда ондай нәрсе жоқ. Жәннатта болған бейнесінде оны жаратты. Яғни осындай мағына шығады. Яғни болмаса, оған қосымша ретінде тағы бір риваяттар бар. Осы риваяттар бұл мәселені басқаша ретіне шешуге бізге жәрдемдеседі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір күні кетіп бара жатса, бір кісінің өз құлын бетінен ұрғанын көреді. Өз құлын бетінен ұрғанын көреді. Сол кезде пайғамбарымыз тұрып, ұрма оны дейді. Күмәнсіз Алла тағала адамды оның бейнесінде жаратты дейді. Оның суретінде жаратты дейді. Яғни оны ұрма, адам алейхиссаламды жаңағы кісінің құлдың суретінде жаратты деп айтқан. Бет ол өте қадірлі бір мүше. Шариғатта бетке ұру ол тыйылады. Бетке ұруға болмайды. Ол тыйым салынады. Мысалы, біздің мысалға бір баламыз болсын, ол баламыз біздің атамызға өте қатты ұқсасын дейік. Дұрыс па? Сен ол баланды ұрып жатқан кезінде сен көз алдына атаң келеді. Дұрыс па? Тура осы жердегі бұл осылай болып тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылайша жаңағы кісіні бетке ұрудан тыйған, ұрма деп айтқан. Мысалға. Енді тағы бір хадис бар, мағынасы осыған жақын, бірақ сөздері әртүрлі. Мынандай бір хадис келеді, оларды осы хадисті дәлел ретінде келтіреді. Мағынасы бір, яғни Алла тағала Адам алейхиссаламды Рахманның суретінде жаратты деген риуаят. Инналлаха халақа Адама аля сурати Рахман деген риуаят бар. Аля сурати Рахман, Рахманның суретінде деген риуаят бар. Енді бұған байланысты имам Байхақи деген үлкен ғұлама былай жауап береді. Имам Байхақи былай жауап береді. Бұл жерде Рахман деген сөзді риваят етуші бір кісі хи аля сурати хи деген дамир Аллаға қайтады деп қате түсініп, Рахман сөзін өзі келтірді дейді. Яғни бұл риваят етушінің сөзі дейді, пайғамбардың сөзі емес деп осындай бір жауап береді. Түсінікті ме? Яғни бұл жерде аля сурати Рахман, жоғарыдағы риваятта аля сурати хи деп дамирмен келген, өз бейнесінде деп. Ал жаңағы екінші риваятта болса аля сурати Рахман, Рахманның суретінде деп келген. Имам Байхақи айтады, осы екінші риваят, ол жерде Рахман сөзі асылында пайғамбардың сөзі емес дейді.
оны риваят етуші кісі жоғарыдағы дамир, хи дамирі Аллаға қайтады деп қате түсініп, өзі келтірген дейді. Бұл пайғамбардың сөзі емес, риваят етушінің сөзі деп имам Байхақи жауап береді. Одан бөлек былай да айтсақ та болады, қараңдар. Бұл риваяттың өзін қабыл еткен жағдайда да араб тілінде сура, сурет деген сөз сипат мағынасында қолданылады. Сипат. Бір нәрсенің сипаты. Суреті, сипаты деген. Мысалға арабтар мынандай бір сөзді пайдалану мүмкін. Фуланун аля сурати фулян. Пәленше пәленшенің суретінде, яғни пәленше пәленшенің сипатында деген мағынада қолданады. Сол үшін жаңағы риваятты алған жағдайда біз былай мағына беруіміз болады. Яғни Алла Тағала адамды Рахманның суретіне жаратты, яғни адамды мейірімді қылып жаратты. Адамға мейірімділік сипатын берді. Сол үшін сен жаңағы құлды ұрма деген мағына келеді. Міне, қарап отырсақ, біздің беріп жатқан бұл мағыналар, яғни жоғарыдағы риваятта біз Алла Тағала Адам алейхиссаламды өз бейнесінде жаратты деп мағына беруіміз, немесе оны ұрма, Алла Тағала Адам алейхиссаламды оның құлдың суретінде жаратты деп мағына беру, немесе Алла Тағала Адам алейхиссалам адамға мейірімділік берді, рахмет жаңағындай қас сипаттарын берді, мейірімділік сипаттарын берді, сол үшін ұрма деп мағына беруіміз, былайша бұл еш шариғатқа қайшы келмейді. Ал енді бұлар Алла Тағалаға ағза мүше бергендер, олар жаңа хадисті тікелей мағынада алды. Алла Тағаланы яғни тікелей мағынада алды да, Алла Тағала Адам алейхиссаламды, адамды өз бейнесінде жаратты деп айтты. Тіпті бұған байланысты кітапта жазып шығарды. Кітабында былай деп айтылады. Ақидату әхлил иман фи халқи адама аля сурати рахман. Яғни бұл мүмин мұсылмандардың ақидасы, сенімі, ол Алла Тағала адамды Рахманның бейнесінде, яғни Алла Тағаланың бейнесінде жаратуы деп осындай бір кітапты да жазып шығарады. Сонда оларға кеп айтатын болса, сен не деп тұрсың? Алла Тағала адамды өз бейнесін жаратты. Яғни Алла Тағала оған өз бейнесін берді деген сөз. Бұл дәл христиандар сияқты болып қалмайсыңдар ма? Десе, жоқ, біз ол жерде, олар не деп айтады? Сол жерде, біз ол жерде, жаңағы Ибн Усаймин айтады. Ол жерде біз көрінісін айтып жатқан жоқпыз дейді. Ол жердің, ол сөздің мағынасы дейді. Алла Тағаланың қолы бар еді, адамға қол берді. Алла Тағаланың аяғы бар еді, адамға аяқ берді. Көзі бар еді, көз берді. Міне осы деген мағына осындай дейді. Енді әхлі сүнна уал жамаа оларға жауап ретінде, егер сендер бұл хадисті осылайша тәпсірлейтін болсаңдар, онда сендер Алла Тағала басқа да жаратылыстарды, жануарларды өз бейнесінде жаратты дегенді білдіреді дейді. Неге? Өйткені сендердің айтып жатқан нәрселерін тек қана адамда емес, сол сияқты басқа да жан-жануарларда да бар. Ол ит болсын, маймыл болсын, басқаларында да бар. Сол үшін сендердің жоғарыдағы хадиске осылайша тәпсір берулерін, ашықтауларын не деген сөз? Алла Тағала итті де өз бейнесінде жаратты деген сөз. Алла Тағала маймылды да өз бейнесінде жаратты деген сөзді білдіреді. Түсінікті ма? Сөйтіп, бұл адасқан топтың христиандармен бірақ қана саты ғана айырмашылық қалды. Христиандар Алла Тағаланы көріністе ұқсатып қойса, бұлар көріністе ұқсатқан жоқ, бірақ болмысында Алла Тағаланы ұқсатып қойды. Түсінікті ма? Сонда олар лейса камислихи шейун деген аятты, Алла Тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген аятты қалай түсінеді? Олар тек қана Алла Тағала еш нәрсеге ұқсамайды, көрінісінде ұқсамайды, болмысында ұқсауы мүмкін деп ұқсайды деп айтады олар. Осылайша түсінеді. Яғни жоғарыдағы аятта олар көрінісінде ұқсамайды дейді. Яғни Алла Тағаланың аяғы, қолы бәрін беріп алады, өзіне жараса дейді, соның аяғында, яғни өзіне жараса, жүреді, жүгіреді деп те айтып алады.
Тіпті керек болса, Алла Тағала 6 жақтан да шектеулі деп те айтады. Алла Тағала 6 жақтан шектеулі деп те айтады. Тек қана біз 5 жақтан шектеулі екендігін білмейміз, бір жақтан ғана білеміз дейді. Ол қай жер? Асты дейді. Неге? Өйткені Алла Тағала аршқа жайғасқан дейді. Аршқа жайғасқаннан кейін Алла Тағаланың асты жағынан біз шектеулі білеміз дейді. Бірақ басқа жағынан немен шектелген білмейміз, бірақ шектеулі дейді. Бір нәрсемен шектеледі дейді. Түсінікті ме? Сөйтіп, олардың көзқарасы бойынша арш басталған жерде Алла Тағаланың болмысы бітеді екен. Осылайша басқа нәрселердің болмысы, затын талқылаған сияқты Алла Тағаланың затын осылайша талқылады олар. Және де енді олар тұрып, Алла Тағала арштың үстінде екен. Так. Не деген сөз бұл? Арштың үстінде жайғасқан болса, онда Алла Тағаланың мен құлдар арасында ара қашықтық жүреді деп айтты. Яғни Алла Тағаладан 1000 шақырым ұзақ болуы мүмкінсің, 500 шақырым ұзақ болуы мүмкінсің. Мысалы, ақылымнан, ойдан атып жатырмын, яғни олар осылай айтады. Яғни белгілі бір ара қашықтық жүреді дейді. Неге? Өйткені арш үстінде отырған болса, онда белгілі бір ара қашықтық жүреді дейді. Енді имам Абу Ханифа, рахматулла алейх, Фиқхул Акбарда айтады. Фиқхул Акбарда имам Абу Ханифа айтады. Алла Тағала мен құлдардың арасындағы жақындық, алыстық бұл ара қашықтықпен есептелмейді дейді. Алла Тағала мен құлдардың арасындағы жақындық, алыстық бұл ара қашықтықпен есептелмейді дейді. Ертең Алла Тағаланы жәннатта біз көрген кезімізде Алла Тағала біздің бір тарапымызда болмайды. Алла Тағала мен біздің арамызда бір ара қашықтық болмайды. Түсінікті ме? Бұны иншалла біз Алла Тағаланы жәннатта көру мәселесінде оны кеңірек талқылаймыз. Неге? Өйткені ара қашықтық екі дененің арасында жүреді. Яғни екі дененің арасында ара қашықтық 1 метр, 2 километр, ол екі дененің арасында болған бір түсінік ара қашықтық. Ал Алла Тағала дене емес. Сол үшін Алла Тағала мен біздердің арасында бір ара қашықтықпен жүрмейді. Енді оған қараңыздар. Енді Алла Тағаланы көру үшін ол Алла Тағала біздің алдымызда болуы шарт емес. Немесе ара қашықтық болу шарт емес. Оған дәлел қараңдар. Пайғамбарымыздың хадисі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям сахабаларға не деді? Мен сендер менің алдымда тұрғандарындай, арттарым менің артымда тұрған кездерінде де дәл солай көремін деген. Яғни сендер менің алдымда қалай тұрсандар, мен солай қалай көремін сендерді алдарымда. Сендер менің артымда тұрғандарында да дәл солай көремін деген. Енді пайғамбарымыздың арт жағында екі көзі болды ма екен? Жоқ. Бірақ көрді сахабалардың не істеп тұрғанын көрді. Яғни Алла Тағала бұл пайғамбарымызға берген бір мұжизасы. Мысалы, яғни демек бұл жерде көру мәселесі болсын, яғни ол жерде ара қашықтықтың болуы, бір белгілі бір жаңағындай алда тұру деген ол шарт емес екен. Мысалы. Енді солардың тағы бір ұстаздардың біреуі, атын айтсақ та болады, Ибнул Қайым. Өзінің Задул Маат деген кітабында мынандай бір сөздерін баяндайды. 7-ші қабаттағы періштелер дейді, 6-шы қабаттағы періштелерден абзал дейді. Неге? Өйткені 7-ші қабаттағы періштелер 6-шы қабаттағы періштелерден Аллаға жақынырақ дейді. 6-шы қабаттағы періштелер 5-ші қабаттағы періштелерден абзалдырақ дейді. Неге? Өйткені 6-шы қабаттағы періштелер 5-ші қабаттағы періштелерден Аллаға жақынырақ деп осындай бір сөздерін айтады. Демек, бұлардың көзқарасы қандай? Алла мен құлдардың арасында не жүреді екен? Ара қашықтық жүреді. Неғұрлым Аллаға жаңағындай ара қашықтық бойынша жақын болсаң, соғұрлым сенің дәрежең жоғары екен. Олай болатын болса, онда қазір бәріміз жоғары этаждан үй алайық онда. Солардың көзқарасы бойынша. Жоғары этаждан неғұрлым жоғары алсақ, соғұрлым Аллаға жақын болады екенбіз.
Бірақ ахли сүнна уа жамаа не дейді? Алла мен құлдың арасында жақындық, ол ара қашықтықпен емес дейді. Олай емес. Қараңдар. Өте оған дәлел ретінде тағы бір хадис. Не дейді пайғамбарымыз? Құлдың Аллаға ең жақын болған кезі қандай кез? Сәждеде. Бұл жерде мағынасы бұл жерде ара қашықтықпен деген емес. Өйткені егер олардың ойымен қарайтын болсақ, сәждеде болған адам ол алысырақ қалады. Дұрыс па? Бұл жерде жақындық ол басқа жақындық. Бірақ пайғамбарымыз не дейді? Құлдың Аллаға ең жақын болған кезі қандай кез? Сәждедегі кез дейді. Ал енді бұл жерде Алла тағалаға ара қашықтықпен жақындай алу деген сияқты бұл көзқарас, бұл Перғауынның көзқарасы. Перғауын өзінің әскер басшысы Хамамға не деп айтты? Ей Хамам, маған үлкен бір не бас көріп дейді. Маған салып берші дейді. Мен барайын да Мұсаның құдайын көрейінші деп айтқан. Мысалға. Жаңағы көзқарас, жаңағылардың айтып жүрген сөздер кімнің ақидасы екен? Перғауынның ақидасы екен. Енді біз жаңағы жоғарыдағы айтылған аяттарды, ол жерде ет, рижіл, қол, аяқ, көз деген өткен аяттарды қалай түсінуіміз керек? Бұл мәселе бойынша біздің ғұламаларымыз екі жолды ұстанады. Бірінші, сәләф ғұламалар, сахаба табииндер, ұлы имамдарымыз бұл мәселеде мағынасын Аллаға тапсыруды дұрыс санайды. Имам Шафиғи былай деп айтады: мен Алланың сөзіне өзі қалаған мағынада, пайғамбардың сөзіне өзі қалаған мағынада, өзі мақсат тұтқан мағынада иман келтірдім деп айтқан. Яғни, жаңағы аяттарды аласын, бұның барлығы «Аманна бихи күллу мин инди раббина» деп айтасың, яғни бұған иман келтірдім, бұның барлығы Құдайдан келген дейсің да, мағынасын не істейсің? Аллаға тапсырасың, араласпайсың. Имам Нисабури өзінің Ихтиқадул кітаптың аты Китабул И'тиқадат деген кітабында имам Абу Ханифадан ривайет келтіреді. Ол кісі имам Абу Ханифа айтқан: осындай аяттарды біз арабшасын оқимыз, сонымен шектелеміз, ал араб тілінен өзге тілге аудармаймыз дейді. Түсінікті ме? Араб тілінен өзге тілге аудармаймыз. Бұл жалпы сәләф ғұламаларының бізден бұрын өмір сүрген сахаба табиин имамдарымыздың ұстанған жолы осындай. Ең мықты жол осы. Енді одан кейін келген ғұламалар не істеді? Бұлай деп айтты. Құранда Алла тағала бұлай деп айтқан: «Инна анзалнаху Құр'анан арабиян» деді Алла тағала. Біз оны Құранды араб тілінде түсірдік деп айтқан. Алла тағала бұл Құранды араб тілінде түсірген болса, онда біз бұл Құранды араб тілінің ережелеріне сай түсінуіміз керек деді. Әр тілдің өзінің ережесі бар. Ол жерде тура мағына болады, ауыспалы мағына болады, әртүрлі метафора сияқты жаңағындай әдеби бір қолданыстар болады. Құранда да сондай қолданыстар бар. Біз де сол араб тілінің шеңберінде аяттарды солай түсінуіміз керек деп, осылайша ауыспалы мағыналарды берді. Бұл да жаңағындай қате емес. Осылайша жоғарыда келтірген аяттарды осы екі жолдың арқасында осылай түсінеміз. Түсінікті ғой? Яғни, сәләф ғұламалары айтқаны сияқты Аллаға тастаймыз, бұл ең жақсы жол, ең мықты жол. Немесе кейін келген ғұламалардың ауыспалы мағынада берген сияқты да түсінуге болады. Иншаллаху тағала. Алла тағала баршамыздан риза болсын. Түсінуді нәсіп етсін, иншалла. Түсінген нәрсемен амал етуді нәсіп етсін. Лиллахи тағала. Al-Fatiha.